Аффирмация деген не және олар қалай жұмыс істейді? Адамның әрбір айтқан сөзі аффирмация. Біздің айтқан сөзіміз, ойлаған ойымыз аффирмация болып табылады. Оны үнемі қайталап жүру немесе үнемі ойыңыздан шығармай ойлап жүру аффирмацияның жұмыс істеуіне себепші. Демек, біз қаласақ та, қаламасақ та аффирмацияны үнемі қолданамыз. Өкінішке орай кейбір адамдар негативті сөйлеп, негатив ойлармен жүреді. Ондай ойлар сіздің ой санаңызды улап, ісіңіздің алға басуына үлкен кедергі жасайды. Мәселен, сіз менің жолым болмайды, әлде мен бақытсызбын, маған ақша жетпейді, менің достарым мені ұнатпайды деп үнемі ойлап, немесе үнемі қайталай берсеңіз, ол шынында да солай болады. Осы не айтсаң сол болады, не ойласаң сол келеді деп бекер айтылмаған ау сірә. Сол үшін де жақсы сөз жарым ырыс деп тегін айтылмаған. Кейбір адамдар аффирмацияны жұмыс істемейді деп ойлайды. Олар бар болғаны мен бақыттымын деп 3-4 рет айтады да қояды. Ал одан соң не істейсіз? Балағат сөз айтып, елді өсектейсіз бе? Ондай жағдайда сіз миыңызды қайта қоқысқа толтыратыныңызды білесіз бе? Сіздің манағы айтқан позитивті аффирмацияңыз тұншықпай ма? Сіз қалай ойлайсыз? Сонда қай аффирмация күштірек? Әрине, негативтік аффирмация. Себебі сіздің санаңыздағы бала кезден қатпар-қатпар болып жиналған негатив ойлар, естіген, көрген қорқыныштар, айтылған әңгімелер, өкпе реніштер, ашу, ыза, кек сақтау, олардың бәрі жақсы аффирмацияның іске асуына үлкен кедергі. Американдық психолог Луиза Хей аффирмация бұл тұқым, ал оны қайталау сол тұқымды суарып өсіру деді. Шынында да жақсы сөз үнемі қайталап жүрсеңіз, уақыт өте келе бәрі реттеледі. Ал үнемі ойлап, медитация жасап, яғни көз алдыңызға елестетіп жүрсеңіз, көп замай-ақ армандарыңыз реализацияға айлануы сөзсіз. Осындай қарапайым тәсілмен-ақ өз өміріңізді жақсы бағытқа өзгерте аласыз. Ол үшін сіз ой санаңыздағы, жан дүниеңіздегі барлық жаман ойдан арылыңыз. Өзіңізді туралы жақсы жолға салып, жақсы ой ойлаңыз. Мәселен, мен жаманмын, оның орнына мен жақсымын. Менің ақшам жоқ, орнына менің ақшам көп. Мен баймын, мен бақыттымын. Менің армандарым орындалды. Менің зәулім сарай үйім бар деген сияқты. Дәл қазіргі уақытта осы армандарыңа қол жеткізген сияқты айту керек. Ал егер менің еш жерім ауырмайды десеңіз, ол керісінше ауру болып қайта оралуы мүмкін. Әлде мен машина аламын десеңіз, онда бұл арманыңыз қай кезде орындалатыны белгісіз. Сол үшін де алға қойған мақсатыңыз айқын, армандарыңыз нақты болу қажет. Менің денсаулығым мықты, менің зәулім сарай үйім бар, менің қымбат көлігім бар деп айтып жүрген үнемі жақсы аффирмацияңыз сізді сөзсіз армандарға жеткізеді.